Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі сыр перне хабарының қонағы техника ғылымының докторы Базартай Әлімбаев. Базеке, хабарымызға қош келдіңіз. Қазір енді өзіңіз қызмет жасап жатқан Дулат атындағы Тараз мемлекеттік университеті қазақ білім ордасындағы үлкен шаңырақтың белгісі ғой. Иә. Сіз осы Жамбылда осы университетті бітіресіз мен, үздік бітіресіз мен, осында қызмет істеп, қанша жыл болды қызмет істегеніңізге? 71-ші жылдан. 71 жылдан бері осында қызмет жасап келе жатырсыз. 3 жыл тек Москвада аспирантурада оқып келдім. Сіздің өмірбаяныңызды айтылдыңыз. Сіз мектепті осы Талас ауданында үздік бітірген екенсіз. Одан кейін университетті қызыл дипломмен бітірген екенсіз. Өзіңіздің ғалым болатыныңызға сол кезде сендіңіз бе? Ол кезде анық білмесек те, бірақ әртүрлі ғалымдардың атын айтқан кезде олар не үшін тарихта қалды. Менің де олардың шығарғанын мен түсініп тұрмын ғой. Мен де бір нәрсе шығарарым екен деген ой болғаны рас. Мектепте жүргенімде ой болғаны рас. Мектептен жүрген кезде барлық пәнді жақсы оқыдыңыз ғой. Соның ішінде таза мынау қазір сіздің қорғаған техника ғылым ғой негізін бәрі. Осыған кім бейімдеді сізде? Өзі бізде ғылымның саны көп болғанымен негізгі бағыттары аз. Ол мысалы физика, математика, тарих, биология, химия. Басқалары солардың төңірегінде. Техника саласы дегеніміздің барлығы физиканың бөлініп кеткен бөлшектер. Соның кейін сол мен мектепте оқығанда сол математика мен физиканы көбірек оқыдық, көбірек ынталандық. Қазақ тілінде оқыдық, шығармада жаздық. Ол кезде үздік оқыған бала бәрін білу керек. Бәрін білу керек қой, қазіргі емес бір салаға деген нәрсе. Айтыңызшы, өзіңіз сол кездегі жас ұрпаққа өнеге болатын біздің өзіңізден үздік бітірген балдар болды ғой, сізден басқалар. Солардың бәрі ғылым жолына түсіп, еле бір шоғырдан озған балдар болды ма? Біздің мектеп бітіргеннен бір ғылым кандидаты бар медицина саласында. Қалған ешкім ғылым саласына барған жоқ. Өйткені бізде ұғым бар ғой, мектепте жақсы бітірген бала жақсы оқиды, жақсы қызмет алады деген кезде. Соның бәрі өмірде дәлелдене ме? Жоқ, оның да кейбір жағы бар ма? Оны мен сізге бір мысал ретінде айтайын. 66 жылы 2 класс мектеп бітірді. 2 сыныптың балалары. Осы жерге келсек, топырлаған студенттің қайсы екенін, абитуриенттің қайсы екенін білмеймін. Соның ортасында 36 мектепті медальмен бітіргендер бөлек емтихан тапсырдық. Сол 36 медалистерден қызыл дипломмен бітіргендері санаулық. Кейбіреуі 3-ке шығып түсіп кетті. Кейін маман болып әртүрлі салада жұмыс істеп жүр. Бірақ ғылымда жұмыс істеп жүргендерде сирек. Жақсы. Енді қазіргі уақытпен салыстырғанда ол кез басқашылығы, бірақ енді қазір кейінгі кезде байқайсыз ба? Әлі де болса кейінгі бір осы ғылым туралы бір теріс пікірлер қалыптасып кетті. Шынайы ғалым деген, жалған ғалым деген ұғым пайда болды. Бұрын ондай жоқтығын. Осы сіздердің көңілдеріңізге адал еңбек етіп жүрген адамға көңілге қаяу салмай ма осы? Ол өзі көп білмейтін болғаннан кейін, білімнің не екенін, ғылымның не екенін білмейтін болғаннан кейін сөйтіп айта береді. Білім мен ғылым өзі егіз ұғым. Бүгін ғылымда белгілі нәрсе, ол білім ретінде кітапқа жазылады, мақала ретінде жазылады, оны оқығасын, ол бәрі білім. Оның бәрі бір бағытта оқылу керек, бір бағытта шоғырлану керек. Адам миына кіру керек. Ол сонда барып ғылымның ішіне кірді деп айтуға болады. Соңын ол ғылымға кірген адам, сол ғылымда бүгінге шейін белгісіз нәрсені тапса, ол ғылыми жаңалық. Әрине. Ол соны айтқан кезде, ол бірақ сол күні тозды. Өйткені ол ең жақсы нәтиженің өзі халыққа белгілі болып қалғаннан кейін, ол білімге ауысып кетті. Сонда білім мен ғылым ортасы егіз, екеуін бірге ұштастыра жүргізіп отыру керек. Әрине. Мына ұстаздар не себепті профессорлар болу керек деп айтады. Ол профессорлар болу үшін, сол профессорлар ғылым менен білімнің ортасын, шекарасын студенттерге көрсете алу керек. Осы мына жерге шейін бұрын бар еді, енді мына салада әрі белгісіз, осы жақтан жұмыс істесеңдер болады деп айтуға болар еді. Ал мынау теріс ұғымды сізге айтатыным, біздің кеңестер одағында 586 ғылыми бағыт бар еді. Соны біз Қазақстанда 180-нен асасын ғана ашалдық. Басқа кеңестер ашылған да жоқ. Ашылмай жатып бізде кеңес ғалымдар көбейіп кетті деді.
Техника саласында ғалымдар көбейген жоқ. Техника саласында көбейген жоқ дейсіз бе? Көбейген жоқ. Бұған екінің бірі бара бермейді ғой. Техника саласында ғалымдардың саны көбейген де жоқ. Ол сол докторлық дәрежеге қорғаған ғалымдардың санында аса көп болған жоқ. Бізде саяси ғылым, педагогика ғылым көп қояды, гуманитарлық ғылымдарда. Енді ар жағында саласына айтпай-ақ қояйын, бармай-ақ қояйын. Әрине. Оның көңілде келеді. Мен білмейтін нәрсемен не қыламын. Оны мен бағалай алмаймын. Мысалы, сіздер кешегі ғылым тамаша 80 жылдар докторлық қорып қойған адамсыздар бізде. Ерте басын ол кезде тіпті қиын болатын тұғын. Саусақпен санарлықтай ғана ол кезде. Қазіргі шәкірттеріңізге қалай қарайсыздар қазіргі? Қазір ғылыммен айланыса қоятын балалар өте аз. Бір ғана жігіт аспирантураға түсіп, мен оқимын деп сол кандидатты қорғады. Қазір кафедра меңгеріп жүр. Қазіргі жастардан ішінен магистратураға түс, осыдан докторантураға түс, ғылыммен айланыс десек, оған ұмтылып тұрғандар аз, өйткені айлық өте төмен. Сол жағына ғылым докторлары, кандидат, доценттер, профессорлар, оларға кішкене елге ішлей аз емес әжептәуір айлық төленеді. Ал дәрежесі төмен болса, жоқ болса, оларға ғылыми атақ дәрежесі болмаса, бұл төмен болады. Өте төмен. Бұрын мысалы кез келген студенттер мысалы бітірген, университет бітірейін деп отқан, ғылымға құштарлық танытатын, барсам екен деп армандайтын, өзі сұранатын тұғын. Қазір сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, біз балдардың өзін тартамыз, айналайын оқысайшы деп. Ол тартылатын себебі о кезде де бірінші алатын айлықтар аз етін. Бірақ кандидаттық дәрежені қорғаса, докторлық дәрежені қорғаса, оның жақсы адамдардың қатарына кіретінін іштей сезіп, сондай ұмтылыс бар еді. Қазір айлықты ақшаны табудың жолдары көп болып кетті. Бұрынғы социализм кеткеннен кейін, капитализм келгеннен кейін, оған көп ақылды да көріп, керек қылмай қалды. Сауда жасайды. Сіздің бір айлығыңызды ол бір күнде табуы мүмкін. Әбден мүмкін. Сіздің бір жылдық табысыңызды бір айда табуы мүмкін. Бірақ енді базеке қоғамға адам өзінің керек екендігін білсе ғана абырой болмайды. Бақыт деген сол емес пе? Бізге мені осы сала өте бір қиын сала болып кетті. Біздің саламыз өз қиын сала болғандықтан балалар көп адамның шамасы да келе бермейді. Оны келіп тұрған жастардың бізбенен бірге ілесіп жүргісі жоқ. Өйткені жаңағы табысты тезірек әркімнің көз майын тауысып қағаз кеміргеннен гөрі үй-жайы бар, соның үй-жайы бар, соның әрқайсысына жағдай жасау керек. Бұл қиындау құбылыс емес пе, осы ғылымға балдардың онша құмар болмай тұрғаны? Мысалы, мемлекеттің қамқорлығынан стипендия беріліп жатыр, жастарға жағдайда жасалып жатыр ғылымдағы. Мені бір қуантатын мынау Назарбаев мектептері ашылып жатыр. Зияткерлік мектептері. Кішкентай мектептің өзінде. Мысалы, бір класста, бір сыныпта ең тәуір оқитындар бір екеу-үшеу болса, ол екеу-үшеуіне дәріс берілмейді, барлығына жалпылайды беріледі. Ана екеуіне педагогикалық жүктеме аздау болып қалады. Қазір жаңағындай бәрі алдыңғы қатарлы оқыған, жақсы оқитын балалардың бәрі бір жерге жиналған кезде, оларды еркін, ең қиын есептерді беруге болады. Қиын сабақтарды оқытуға болады. Өйткені балалардың шамасы бар, алғыр бәрі. Алғыр балдар. Енді сол сияқты мынау Астанадағы университетте. Осыған көшіп жатыр ма қазір? Осы сияқты. Оған сабақ беретін ғалымдар шетелден тартылады. Жалпы ғылымды дамыту үшін ол ғылыми орта болу керек. Ғылыми орта болса ғана ол ғылым дамиды. Өйткені сіздің тапқан жаңалығыңызды, мына жаңалық екен деп айта алатын, оны түсіне алатын адамдар керек. Әрине. Оның кейін сіздің идеяңызды ары қарай ұштастыратын, оны жақсартатын адамдар керек. Ал бізде университетте 42 ғылым докторы жұмыс істейді. Сол 42 ғылыми докторларына әрқайсысына лаборатория керек. Оны бізде бірден барлығына жағдай жасай салу қиын. Бірақ біздің ректорымыз бірте-бірте алып беріп жатыр. Енді дүниежүзілік тәжірибеде солай ғой, лабораториялық зерттеу балдар солай тарту керек. Сол именно зерттеу құрал жабдықтар бәрі қамтамасыз етіліп тұрса, онымен жаңағы нәтиже алынып тұрса, әсіресе мына эксперимент жасаған ғалымдар білет. Анау өлшеуіш құралдың тілі шамалы қозғалса, сол адамның жүрегіне әсер етеді, дір ете қалады. Ол жаңа құбылыс. Әрине. Сол жаңа құбылыс сіз көріп білуіңіз керек, соны елге сол нәтижені кейін өңдей алуыңыз керек. Бір өмірден бір қызық мәселе болды. Бір
жаңағы аспирантымға айттым, сен металдың бетін үлкен электрондық микроскоппен қарап көрші дедім. Сөйтіп қарап көрсе, беті жаңағы металл тұтас сияқты, тұтас емес, көптеген жарықтар бар екен. Сон жарықтарды көрдік та, мына жерде мынандай құбылыс болуы мүмкін. Мына жерде бұрын тотығу процесі тек химиялық процесс деп қарайтын. Біз о жерде жоқ, бұл тотығу процесі бірінші физикалық процесс екен. Жарық болған жерде домен деген жарылады екен, екі ортада электромагниттік өріс пайда болады екен. Ол электромагниттік өріс пайда болғаннан кейін қозғалып келатқан заряд иондарға Лоренц күш әсер етеді екен. Соның кейін бар, болар бәрі жиналғаннан кейін химиялық процесс пысылады екен. Мен сондайда таптық. Оның барлығы құрал жабдықтың күші. Оны біз әшейін көзбен біз көре алмас едік. Ол құбылыс бізден қаншама жерде жатқан бізге көрінбес еді. Жалпы кейінгі кезде жатқан университетке ғылым кіру керек болып тұр ғой, ғылым. Ол жаңа өзіңіз айтпа, тек білім емес, ғылым кіру керек болып тұр ғой. Ғылым кіру керек. Ғылым, мен ол эталон ретінде мынандай нәрселерді айтарым. Москвада жүргенімізде бізде декан болып жұмыс істейді, пединститутта Темірхан Бежегетов деген. Сол екеуміз бір үлкен академиктің лекциясын тыңдауға бардық. Сонда ана лекцияны тыңдап отқан адам 24 ғылым докторы, 2 корреспондент мүшесі. Ой, бәрекелді. Сондай адамдар отырып, ана физик академиктің аузынан не шығады екен, қандай құбылыстарды зерттеген, соның бәрін аңдып отыр. Сонда ол әрбір сөзі, әрбір алған нәтижесі, ол бір өндірісте бір сала болып кетуі мүмкін. Бәрі, бір лекциясының өзінде. Бір лекциясының өзінде қаншама өндірістің салалары ашылып кетуі мүмкін. Бізде сондай ғалым бар ма? Мысалы, сіздер жаңа өзіңіз 40 шақты ғылым докторы бір аузына қарайтын адам бар ма? Мысалы, мына кісі лекция оқығыңыз аузына қарауға болады деген. Әлде бізде, ой, ол кім дейсіз? Менен асып тұрған қандай адам дейсіз? Ойлай ма екен? Жоқ, ондай бізде мен кеңестер өзіміздің Қазақстанда Қаныш Сәтбаевты естідім, Әуезовті естідім. Әуезовтің лекциясында жаңағы аспиранттар, докторанттар, солар барлығы жиналып отырады. Неге сондайлар шықпайды қазір олай есі қазір? Неге шықпайды сондай адамдар? Неге бүгінгі заман әрі саласы бар ғой бірақ? Заманның өзгерісіне байланысты. Әрине бізде бар. Бізде ғалымдар Жүнісбеков деген кісі Тұрсынбек қайтыс болып кетті. Өте бір керемет кісі. Техника саласында қандай құбылыс болса, соның теориясын жасап кетеді. Абдраманов деген кісі бар. Ол кісі де сондай өте теория. Осы техника ғылым саласындағы ғалымдар ғой. Содан кейін бізде академик бар, Сүлейменов. Оларда таза мектеп. Иә, оларда таза жаңағы ғылыми мектеп бар. Құрылыс саласында сол кісінің өзінің жетекшілігіменен 4-5 адам ғылым докторлық дәрежесін қорғады. Бізде бар ма Жамбылда өзіңіз Сүлейменовтен басқа мектеп жасай алған өстіп? Мектеп жасау дегенде ол мектеп құрылысын салу емес қой. Абдрамановта да бар еді. Интеллектуалдық деңгей адамдарды шығару. Абдрамановтар бар еді. Қазір ол жігіттердің барлығы жан-жаққа кетіп қалды. Өте керемет жігіттер бар, дайын жігіттер. Қазір біреу Астанаға кетті, біреу Алматыға кетті. Бізден өзімізден даяр жігіт кісілер басқа жаққа кетіп қалып жатыр. Енді оған енді кінә жоқ қой, бару керек қой үлкен жерлерге. Екінші жағынан тура өзіңіз айтқандай келеді. Байқайсыз ба, жылда мысалы Жамбыл облысының мысалынан алса да мыңдаған бала бітіреді. Солардың ішінде пәлен бала ондаған халықаралық олимпиадалар жеңіп алып жатады. Жүлделерді алып жатады халықаралық республика жарыстарда. Сол жеңімпаз болған үздік балалардың айтайын, басым көпшілігі 90%-дан астам бәрі сыртта оқиды. Неге өзінің университетте, институтта оқымайды олар? Сыртта оқитын себебі ол біздің қазақтың өзінде қалып қалған ой. Сіздер ондай дәріс бермейді шығарсыз? Мысалы, бізде олардан да жақсы дәріс беруіміз мүмкін. Бірақ бізде осы біздің ауылымыздан жақсы оқыған балалардың барлығы мектеп бітіргеннен кейін жоқ, мен Алматыда оқимын. Жоқ, мен Астанада оқимын. Ол жерде кімнің сабақ беретінін білмейді. Бірақ